Саламатсыздар ма? Кез келген бес бұрышты жұлдыздың сегіз бұрыштарын қосындысын табу керек болсын. Ол үшін біз үш бұрыштың сыртқы бұрышы ұғымын білуіміз керек. Мысалы, берілген үш бұрыштың бір бұрышы альфа, келесі бұрышы бета болса, онда үшінші бұрышының сыртқы бұрышы альфа қосылған бета болады. Ал енді үшінші бұрышы егер гамма болса, онда бізде мынандай теңдік бар. Альфа қосылған бұрыш бета қосылған бұрыш гамманың мәні 180 градусқа тең. Ал енді берілген жұлдызға қарасақ, бұл жерде енді біз үш бұрыштарды қарастырамыз. Мысалы, мына үш бұрышты қарастыратын болсақ, бұл жерде сыртқы бұрышымыз міне мына жер болады. Ал бұның біз 4 пен 2-ның қосындысына тең болатынын білеміз. Әзірше оны 6 деп белгілей берейік. Келесі қарастыратын үш бұрышымыз ол мына үш бұрыш. Бұл үш бұрыштың сыртқы бұрышы мына жер 7 деп белгілесек, онда бізде мынандай теңдіктер бар екен. Бұрыш 6 тең болады бұрыш 2 қосылған бұрыш 4-ке. Келесі бұрыш 7 тең болады бұрыш 3 қосылған бұрыш 5. Енді бізде үш бұрыштардың ішкі бұрыштарының қосындысының мәніне орнына қоятын болсақ, онда бұрыш 1 қосылған бұрыш 6 қосылған бұрыш 7-міздің мәні 180 градусқа тең. Енді 6 дегеніміз ол бұрыш 2 қосылған бұрыш 4. Демек, бұрыш 1 қосылған бұрыш 2 қосылған бұрыш 4. Ал 7 дегеніміз ол 3 пен 5-тің қосындысы. Демек, қосамыз бұрыш 3-ті, қосамыз бұрыш 5-ті. Біз теңдікті ешқандай ауыстырған жоқпыз, сондықтан бұның мәнінде 180 градусқа тең болады. Сонымен жауабы 180 градус. Сау болыңыздар.